Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дамды сулы болып шығатын, қамыры жыртылмай езілмей пісетін мантыны бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз өзімізге қажет қамырымызды илеп алатын боламыз. Мен табағыма тұз және оның үстінен жылы суымды құйдым. Жұмыртқамды жарып жіберіп, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Тұзымыз жақсы еруі қажет. Оның үстінен 2 ас қасықта мен өсімдік майына құятын боламын. Тағы да қолымызбен жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Менде төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған, сол жерден қарай аласыздар. Енді осылай қамырымды илеп, қатты да емес, жұмсақ та емес, осылай орташа қамыр болды. Енді жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Біз оған дейін ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Мен осылай жуа, пияз, асқабақ, ет және қойдың құйрығын алдым. Егер сіздер қойдың құйрығын ұнатпасаңыздар, оның орнына кәдімгі өсімдік майын құйып жіберсеңіздер болады, немесе салмасаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және зіре салыңыздар. Барлығын осылай жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді біз қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай ұнның көмегімен жайып алатын боламыз. Ең алдымен осылай 4 бұрыштау етіп алдым. Үстінен оқтаумен жүргізіп жібереміз. Қамырымыздың барлық жері біркелкі болады. Осылай ұзындау етіп кесіп шығыңыздар. Қамырымыздың бір ұзынын алып, мен осылай майда бөліктерге бөлемін, достар. Мен осылай барлығы біркелкі болу үшін осылай 25 граммнан өлшеп алатын боламын. Сонда мантыларыңыз өте әдемі болып, барлығының көлемі біркелкі болып, әдемі болып шығады. Өздеріңіздің көз шамаларыңызбен жасасаңыздар да болады. Қамырларымызды топ-томалақ етіп осылай жасап, мен осылай пакетке салып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоятын боламын. 15 минуттан соң қамырларымызды біреуден алып, ұнның көмегімен жайып шығамыз. Достар, егер сіздер мантылеріңіз жаңағы сәл қамырын қалыңдау болған ұнатсаңыздар, онда сәл кішілеу етіп жайыңыздар. Мен қамырымды сәл үлкендеу етіп жайдым, қамыры жұқа болғанды ұнатамыз. Жұқа етіп жайсаңыздар да, қамырларыңыз ешқандай езілмей, жыртылмай пісетін болады. Не осылай жайып алдым. Енді мен 2 ас қасықтан ішіне салмасыны салып, осылай түйіп шығатын боламын. Ең алдымен қамырымыздың бір шетін бір-біріне осылай жабыстырамыз, қалған шеттерін осылай қосып кете береміз. Екінші саусағымыздың көмегімен өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Маған осылай жаңағы жерге қойып түйген ұнайды. Сіздерге қолдарыңызбен түйу ыңғайлы болса, қолдарыңызға қойып түйсеңіздер де болады. Не осылай тағы да көрсетемін. Не өте әдемі, керемет болып шықты. Достар, тағы да бір ескере кететін жайт бар. Мен қамырды жайған кезде осылай шетін сәл жұқалау етіп жаямын. Жаңағы салма салатын жері шетінен сәл қалыңдау болғаны дұрыс. Енді мен осылай манты қоятын листерімді өсімдік маймен майлап алдым. Енді осылай мантылерімізді қойып шығатын боламыз. Егер көбірек сейсін десеңіздер, листтің ең шетіне қойып, осылай қайнап тұрған суда, яғни 40 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің мантылеріміз дайын болып шықты. Осылай ыдысымызға мен азғантай сары май салып жібердім. Оның үстінен мантылерімізді салып, мантының үстінен азғантай сары майды осылай жағып жіберіп,
оның үстінен мен қызыл бұрышымды осылай сеуіп шығатын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңағы подлива жасап құйсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Достар, өте керемет сулы болып шықты. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий арқылы өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр сіздерге ас болсын.